Ниһаят Себелайға: сен өзіңнің асыранды екеніңді білесің бе? Хикмет сенің анаң емес. Күйеуі екеуі сені кішкентай кезінде асырап алған. Ал сенің туған әкең болса өте бай адам. Сәмет пен Хикмет сені тек қана ақша үшін, яғни сенің әкеңнің ақшасы үшін Жиһанға күйеуге шығуыңды қалады. Мен сенің орныңда болсам, оларға көп тиын да татырмас едім. Сен өте аңқаусың, ал бұл олар үшін өте тиімді. Ақылды бол сондықтан, деп шындықты жайып салады. Ашуға булыққан Себелай Хикмет деп үйге баса көктеп кіріп, ас үйден пышақ алып Хикметке: сен менің анам емес екенсің ғой. Менің туған әке-шешем кім? Айт, айтпасаң мен сені өлтіремін, деп мойнына пышақ тақайды. Хикмет: өлтірсең өлтір, айтпаймын, деп тұрып алады. Айтпаған соң Себелай: Алла өзі сені жазаңды берсін, деп кетіп қалады да Сәметтің жұмыс орнына келіп, енді Сәметке пышақ кезеп: сен бәрін білдің ғой, ағалы қарындас екеулерің менің асыранды екенімді білдіңдер ғой, дейді. Сәмет: мен ештеңе білмеймін, деп мойындамай ақтала бастайды. Себелай: мені Жиһанға сонша күйеуге бергілерің келгеннің себебін енді білдім. Менің әкем кім? Айт, дейді. Сол кезде Жиһан келіп қалып, Себелайдың қолындағы пышағын тартып алады. Себелай: маған неге олай істедіңдер, деп жылай бастайды. Мелек жүрегі айнып өзін жайсыз сезінеді. Содан тест алып жасап көрген еді, өзінің жүкті екенін біледі. Енді не істеймін, деп шошып кетеді. Мен бұл баланы туа алмаймын, деп жылайды. Содан екі ойлы болып тұрғанда үй қызметшісі оның аяғы ауыр екенін сезген еді. Оған өз оқиғасын айтып береді де, ең бастысы жүрегіңді тыңда, дейді. Содан Мелек аяғы ауыр екенін Жиһанға айтпақ болып үйлерінің маңына келеді. Үйден шыққан Жиһанның ізіне түседі. Жиһан артынан келе жатқан Нұх екен деп көлігінен қаруын алып шығып, саған не керек, деп қаруын кезенеді. Көлікте Нұх емес Мелек екенін көріп: не керек саған? Менің артымнан не үшін келе жатсың? Тоқта, тауып көрейін. Мен сенің кездейсоқ әңгімелеріңе енді сенбеймін. Менің артымнан не үшін аңдыдың? Мені көлікпен соғып, бұл да кездейсоқтық деп айтпақ болдың ба? Тағы қандай жоспар құрдың, дейді. Мелек: сен шынымен біз бәрін жоспарладық дегенге сенесің бе, дейді. Жиһан: сенбеймін, білемін. Сен ағаң екеуің алаяқтар екендеріңді білемін. Сендер Себелай екеумізді пайдаландыңдар. Сен мені жақсы көреді дегенге сеніп жүрген мен ақымақ едім. Енді осымен бәрі бітті, деп Мелекті мүлдем тыңдамай қояды. Мелек: осы айтқандарыңа кейін өкінесің, деп Жиһанға жүкті екенін айтпай кетіп қалады. Нұх: көлігімді үйдің жанына қойған едім, қайда кетті екен, дейді. Күзетші көлікті 2-3 сағат бұрын Мелек мініп кеткенін айтады. Нұх: ол қайда кетті екен, деп уайымдай бастайды. Жиһанға аяғы ауыр екенін айта алмаған Мелек жар басына келіп, енді не істемекпін, деп жылай бастайды. Мен оған әке болатынын айтқым келген. Одан басқа артық ештеңе де талап етпеймін. Осында алғаш келген күнім құрып кетсін. Сені алғаш көрген күнім құрып кетсін. Барлығы құрып кетсе ғой, деп жылап, жоқ болып кетсем ғой, деп өз-өзіне қол жұмсамақ болып, құздан секірмек болып, құз басына жақындай бастайды. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта Жүректегі мұз түрік сериалының жалғасын салатын боламын. Алдын ала рахмет.